Ал бүгінгі видеоны мен сендерге нанеға жатын керемет скиндарды көрсететін боламын. Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Арден Бравл кездесті. Бүгінгі видео сендерге де маған да полезный болмақ. Себебі бүгінгі видеода нанеға шығатын скиндарды көрсететін боламын. Алдыңғы видеода Гейлға көрсетсем, бүгінгі видеода нанеға шығатын скиндарды көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші скиніміз ол Нани вирус деп аталады. Ол 150 кристалл тұрады. Бұның пипада өзгерген, көздері жасыл, Нанидің өзі де өзгерген. Енді ол аяқтары да өзгерген, көзі де өзгерген. Міне осындай бұл скин енді өте керемет деп ойлаймын. Енді біз келесі скинімізге кеттік. Келесі скиніміз ол уборщик Нани. Бұл 30 кристалл тұрады. Бұл енді пипа өзгерген, бірақ көздері өзгермеген. Енді көйлек киген, бабушка тағылған. Енді бұл да керемет скин деп ойлаймын. Ал енді біз келесі скинімізге кеттік. Ал енді достар, біздің келесі скиніміз ол королева Нани. Енді бұған даже осындай аватар қашта қойған, осындай болады ойында болса ол егерде. Енді бұл да өте керемет деп ойлаймын. Басында коронасы бар, гүл ұстап тұр, пипада мұрты бар, коронасы бар. Енді бұл да өте керемет скин деп ойлаймын. Ал енді біз келесі скинімізге кеттік. Ал достар, енді біздің келесі скиніміз ол Наниға пляжный Нани болып саналады. Енді бізде ПМ-ға да пляжный скин бар. Енді скоро ол шығады. Енді Наниға да осындай скин шығуы мүмкін. Енді бұның өзгергені, енді бұның пипа мен Нанидің өзінде басында зонтик бар. Енді бұл өте керемет скин деп ойлаймын. Примерно бұл 80 кристалдай тұруы мүмкін. Ал енді біз келесі скинімізге кеттік. Ал біздің келесі скиніміз ол Наниға, ол космонавт Нани. Бұл да өте керемет скин деп ойлаймын. Бұның пипа космический тарелка ретінде қойылған. Енді Нанидің өзі скафандр киіп тұр. Енді бұл өте керемет деп ойлаймын. Басында микрофон сияқты бірдеңесі бар. Енді бұл скин ойынға шықса примерно 150 кристалл тұрады. Енді былай шыққанда бұл сурет ретінде салынып тұр. Ал ойында болғанда кішкене бірдеңелері өзгереді деген ой бар. Жаңа бұл сурет болғандықтан егер де жасаса. Енді бұл 150 кристалл точно тұрады. Өйткені бұндай өте керемет скинді 80 кристаллға, 30 кристаллға сатпайды ғой. Енді біз келесі скинімізге кеттік. Ал енді достар, біздің келесі скиніміз ол Наниға, ол мынандай достар. Былай айтқанда осындай шығуы мүмкін. Бетіндегі неттарын өзгерді, мысалы тик сияқты, мысалы міне әртүрлі эмоция қоюға болады. Енді бұл өте керемет деп ойлаймын. Енді бұл да өте керемет деп ойлаймын. Осындай қойса өте керемет. Достар, естеріңізге түсті ме? Енді бұны Гейлға да осындай көрсеткен, Гейлдің бетіндегі қағазға әртүрлі суреттер болады деп, скиндер шығады деп. Енді оны да күту керек сияқты. Или ол шықпай ма білмеймін. Наниға да сондай ұсыныс келіп тұр. Енді солай істесін деп, енді білмеймін. Енді достар, өтінемін лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздаршы, өтінемін достар. Маған ешкім әлі 19-ақ подписчик. Енді достар, менің арманым хотя бы 3 подписчикке жетейікші достар, өтінемін достар. Мен сіздер үшін әр видеома өте қатты тырысамын. Мен өзім мысалы ютубқа видео салуға қатты талпынып, сіздерге осы видео ұнау үшін күнімен түнімен осы видеоға монтаж жасап, осы видеоны шығарамын сіздерге енді. Ал енді достар, вообще сіздер маған комментарий жазбайды екенсіздер достар. Комментарий жазып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді достар, Нани ұл ма қыз ба, осыны комментарийға жазып кетіңіздерші. Сіздердің оқуларыңызды тыңдаймын. Ал енді кімдікі дұрыс болады, келесі видеода айтатын боламын. Ал енді достар, сау саламатта болыңыздар.